Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Көптеген адамдар таңертең ояна салысымен су ішу сөзсіз пайдалы әрі дұрыс әдет деп шын жүректен сенеді. Ояндың бірнеше жұтым су іштің өз ағзаңа жақсы нәрсе жасағандай әсер болады. Барлығы қарапайым әрі түсінікті сияқты көрінеді. Бірақ іс жүзінде бәрі соншалықты бір жақты емес. Кең тараған пікір бойынша таңертеңгі бір стақан су жасына, денсаулығына немесе өмір салтына қарамастан барлығына бірдей пайдалы. Алайда шындықта мұндай әмбебаптық мифке жақын. Бұл әсіресе жас ұлғайған сайын айқын байқалады. Өйткені ағза бұрынғыдай емес, уақыт өте келе дене өзгереді. Үдерістер баяулайды, ағзалар сезімтал бола түседі, ал бұрын зиянсыз көрінген әдеттер басқа әсер бере бастайды. Сондықтан кеңестерді жай ғана орындамай, олардың ағзаға қай үйсін аңдай. Енді түн ағзамен набылты тұрайыз. Адам ұйықтап жатқанды су ішпей, анқан бір себепшіліктіқтауы. Бұл қыпатсыз. Соның нәтижесінде қан қоюланады, зат алмасу баяулайды, ал ағзалар тыныш режимде жұмыс істейді. Таң өтпелі кезең, ағза бірден емес біртіндеп оянады. Жүрек белсендірек жұмыс істей бастайды, қан тамырлары кеңейеді, жүйке жүйесі тынығу режимінен белсенділікке ауысады. Мұның бәріне уақыт қажет. Егер дәл осы сәтте күрт аралассақ, мысалы көп мөлшерде суды тез ішсек, бұл қосымша жүктеме тудыруы мүмкін. Сырттай бұл пайдалы әдет сияқты көрінгенімен, ағза ішінде басқа үдерістер жүруі мүмкін. Көптеген адамдар мұндай қарапайым әрекеттердің өз жағдайына әсер етуі мүмкін екенін ойламайды. Таңертеңгі бас айналу, әлсіздік, қан қысымының ауытқуы, мұның бәрі тек жасқа емес, күннің қалай басталатынына да байланысты болуы мүмкін. Адамдар жиі байқамай жасайтын бірнеше қателік бар. Біріншісі, оянғаннан кейін бірден суық су ішу. Су сергітеді деп ойлаймыз. Әсіресе бөлмелі болса, немесе бөкшең боришын бұл стресс. Тамырлар тарылады, жүрекке жүктеме артады, ал асқазан тітіркенуі мүмкін. Бұл әсіресе ас қорыту жүйесі сезімтал адамдарда айқын байқалады. Жұмсақ оянудың орнына ағза күрт сигнал алады, бұл жайсыздық тудыруы мүмкін. Келесі қателік, суды бірден көп мөлшерде ішу. Көп болса соғұрлым жақсы деп ойлаймыз, бірақ бұл дұрыс емес. Бірден көп су ішкенде ағза бейімделіп үлгермейді. Қан күрт сұйылады, жүрек ырғағы өзгереді, ал бүйрекке жүктеме түседі. Барлығы тым жылдам болады. Пайда орнына артық жүктеме пайда болады. Әсіресе бұл әдет тұрақты болса, уақыт өте келе кері әсері жиналуы мүмкін. Тағы бір қателік, суды асығыс бірнеше секундта ішу. Мұндайда ағза үдеріске қосылып үлгермейді. Асқазан тез созылады, сигнал бірден беріледі, ал ішкі жүйелер кешігіп жауап береді. Нәтижесінде теңгерім бұзылады. Маңыздысы мөлшер емес тәсіл. Су баяу әрі тыныш ішілсе, нәтиже мүлде басқа болады. Кейбіреулер суды басқа әрекеттермен бірге ішеді. Мысалы, бірден тамақ жейді немесе дәрі қабылдайды. Барлығы бір уақытта үзіліссіз жасалады. Бірақ ағзаға уақыт керек. Ұйқыдан кейін ол ерекше күйде болады. Асқазанның шырышты қабаты сезімтал, зат алмасу әлі толық іске қосылмаған, жүйелер енді ғана жұмысын бастайды. Егер осы кезде бірден бірнеше фактор қосылса, су, тамақ, басқа заттар, бұл күрделі жүктеме тудырады. Пайда орнына тітіркену пайда болуы мүмкін. Тағы бір маңызды мәселе – дене қалпы. Ұйқыдан кейін адам көлденең қалыпта болады, ал тік қалыпқа күрт көшу өз алдына стресс. Осыдан кейін бірден су ішсеңіз, әсіресе көп мөлшерде жүктеме арта түседі. Жүрек пен тамырлар бейімделіп үлгермей, жайсыздық туындауы мүмкін. Суға лимон сияқты қышқыл заттарды қосу әдетінде атап өткен жөн. Бұл кең тараған кеңес. Бірақ ол бәріне бірдей сәйкес келмейді. Әсіре сезімтал адамда. Кейін ағзаға жұмсақтық қажет, агрессивті әсер емес, тіпті ол пайдалы деп саналса да. Тағы бір қателік, жеке ерекшеліктерді елемеу. Әр адам бірегей. Біреуде ісінуге бейімділік бар, біреуде асқазан сезімтал, ал біреуде жүрек жұмысының ерекшеліктері болады. Жалпы кеңестер мұндай айырмашылықтарды ескермейді. Сондықтан өз ағзаңызды тыңдау өте маңызды. Енді таңертең суды қалай дұрыс ішу керектігін қарастырайық. Біріншіден асықпау. Оянғаннан кейін өзіңізге аз уақыт беріңіз. Отырыңыз, тынышталып, ағзаңыздың оянып жатқанын сезініңіз. Бұл бірнеше минут қана алады, бірақ әсері өте үлкен. Дене біртіндеп, жұмсақ түрде белсенді күйге өтеді. Екіншіден, аз мөлшерден бастау.
Бірден толық стакан ішудің қажеті жоқ, бірнеше жұтым жеткілікті. Біраз уақыттан кейін тағы қосуға болады. Бұл ағзаға біртіндеп бейімделуге көмектеседі. Үшіншіден, судың температурасы. Ол жайлы болуы керек. Суд аныштың ғай. Жылы суыр жымсықсырсейін. Ол спазм тудырмайды, шырышты, қабатты тітіркендірмейді және ішкі үдерістерді іске қосуға көмектеседі. Төртіншіден, суды баяу ішу. Кішкентай жұтымдармен асықпай, бұл қарапайым әрекетті саналы үдеріске айналдырады. Адам тыныш ішкенде тек ағзаға ғана емес, өз жағдайына да әсер етеді. Таңғы уақыт үйлесімді бола түседі. Бесіншіден, үзіліс жасау. Судан кейін бірден тамаққа немесе басқа әрекеттерге көшпеу керек. Аздап күтіп, ағзаға бейімделуге мүмкіндік берген дұрыс. Бұл барлық жүйелердің біртіндеп іске қосылуына көмектеседі. Тағы бір қызықты жайт, суды саналы түрде ішу шағын ритуалға айналуы мүмкін. Тыныштаң, баяу тыныс алу, бірнеше жұтым су, мұның бәрі ішкі тепе-теңдік қалыптастырады. Дәл осындай сәттерде күннің көңіл күйі қалыптасады. Стресс деңгейі төмендейді, ойлар айқын болады. Қарапайым тыныс алу жаттығуын қосуға болады. Баяу демалу, азап кідіріс және тыныш дем шығару. Мұны бірнеше рет қайталау ағзаның жұмсақ оянуына көмектеседі. Жүрек бір қалыпты жұмыс істей бастайды, ал миға оттегі көбірек барады. Осындай қарапайым әрекеттер маңызды емес сияқты көрінеді. Бірақ дәл солар жалпы жағдайды қалыптастырады. Маңыздысы мәселе судың өзінде емес, оны қалай пайдалануда. Бір стақан су пайдалы да, зиянды да болуы мүмкін. Бәрі тәсілге байланысты. Адам осындай ұсақ түйекке саналы қарай бастағанда, көп нәрсе өзгереді. Энергия артады, көңіл күй жақсарады, кернеу азаяды. Ең бастысы бұл күрделі күш-жігерді талап етпейді. Бар болғаны таңнан бастау керек. Біртіндеп мұндай әдеттер табиғи нәрсеге айналады. Ағза оған жақсы жауап береді. Сондықтан өзіңізді жақсы сезіңіз келсе, қарапайымнан бастаңыз. Таңыңыз қалай өтетініне назар аударыңыз, асықпаңыз. Өзіңізді тыңдаңыз, барлығын жұмсақ әрі тыныш жасаңыз. Сонда тіпті қарапайым су да сіздің ағзаңызға нағыз қолдау бола алады.